Assalamu alaikum достар, қайырлы таң. Бүгінгі таңғы асымызға жеуге жеңіл, әрі дайындалуы өте тез таңғы ас дайындайық. Ол үшін тауықтың төс етін алып, блендердің көмегімен фаршқа айналдырамыз. Одан кейін оның үстінен қалаған көк шөбімізді саламыз. Мен видеода көріп тұрғандарыңыздай көк пиязды салдым. Одан кейін тұзын, бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Лавашқа жағу үшін бір жұмыртқаны алып, сұйық болғанша жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте лаваштарды қақ ортасынан бөліп аламыз. Ол кезде мен қайшыны пайдаландым. Және де бағанаға жарған жұмыртқаны лаваштың ішкі жағына видеода көріп тұрғандарыңыздай мол нан етіп жағып аламыз. Дүкеннен лавашты таңдаған кезде сіздерге айтар кеңесім, дөңгелегі тым қатты үлкен алмағандарыңыз жөн. Жаңағы дайындаған салмамызды енді осы жұмыртқа жағылған лавашқа біртіндеп жайлап жағып шығамыз. Тым қатты қалың етіп те жағып керек емес, себебі қазір табаға салып пісіргенде тез пісу үшін жұқарақ болғаны жақсы. Оның үстінен үкіштен өткізілген сырымызды салып, енді quesadillаны жақсылап бүктеп аламыз. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай, менде лаваштың көлемі өте үлкен болғандықтан кішкене түрі бір қолайсыздау болған секілді. Иә. Әке ғой жуған. Кім жуды? Қолға ұстап жеуге ыңғайлы болу үшін отбасыма екіге бөліп ұсындым. Көлемі үлкен болса да дәмі өте керемет болды.